3 жасар бала да жасай алатын өте оңай, бір жасағаннан мінсіз осындай тесік әрі өте жұмсақ болып шығатын блинчик жасаймыз. Одан да бөлек менің каналымнан көптеген пайдалы әрі қызықты хит рецепттерді таба аласыздар. Сол себепті менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, мені қолдап қойсаңыздар болады. Алда бұдан да қызықты рецепттермен бөлісемін. Ең алдымен 2 жұмыртқаға қантты және де 1 ас қасық тұзды қосамыз. Егер де сіздерге тәтті блинчик керек болатын болса, қантты көбірек қосасыздар. Егер де тұзды начинкамен жасайтын болсаңыздар, тұзын көбірек саласыздар, қантты аз саласыздар. Барлық ингредиенттердің мөлшерін төменде описание бөлімінде жазып қалдырамын. Араластырып болғаннан соң үстінен сұйық май құямыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Қасықтың ұшында аздап ас содасы, оның үстінен 3-4 тамшы уксусты қосамыз. Сол кезде біздің блинчиктеріміз өте жұмсақ әрі тесік болып шығады. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Уксус менде 9%. Қыздар, сіздерде осылай уксус қосып жасайсыздар ма, немесе бірінші рет көріп тұрсыздар ма? Сүтті жақсылап жылытып аламыз. Оның жарты бөлігін қосып, жақсылап араластырып аламыз. Аз мөлшерде ұнды сала отырып, жақсылап араластырып, қамыр жасаймыз. Бізде қамырымыз түйіршік болып қалмау керек. Сол себепті жақсылап араластырыңыздар. Ұнды салып болғаннан соң, сүттің қалған жарты бөлігінде қосамыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Сол кезде бізде қамырымыз өте жақсы болып, осындай сұйық қамыр болып шығады. Дайын болған қамырды 15 минутқа жылы жерге демалдырып қоямыз. Сол кезде ингредиенттер бір-бірімен жақсы бірігеді. 15 минут өтті. Енді табаны орташа отқа қоямыз. Жақсылап қыздырып, бетінен аз мөлшерде сұйық май құйып, табаны майлап аламыз. Бір шөміштен қамырды құйып, блинчиктерімізді пісіріп аламыз. Екі жағында қызартып пісіреміз. Қыздар, бұдан да бөлек блинчикті су қосып жасауға да болады. Егер де сол рецепт керек болса, төменге су қосылған блинчик деп жаза кетіңіздер. Міндетті түрде сіздерге сол рецептті де ұсынатын боламын. Қалған блинчиктерді де дәл осылай алдымен табаға аздап май құйып, жақсылап қыздырып, одан кейін барып пісіреміз. Блинчиктерімізді пісіріп алдық. Өте жұқа әрі жұмсақ болып шықты. Менде 20-22 штук шықты. Көргендеріңізде өте оңай әрі тез дайын болады. Міне осындай тесіктерімен әдемі блинчик болып шығады. Міндетті түрде қорықпай жасап көріңіздер. Осылай ортасына өздеріңізге ұнаған тосапты немесе кез келген начинканы қосып, отбасыларыңызға ұсынсаңыздар болады. Рецепт ұнаған болса, құрбы достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Олар да жасап көріп, сіздерге рахмет айтады. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.